2016 жылдың 26 қыркүйегі мен 21 желтоқсан аралығында ұлттық тестілеу орталығының сайтында педагогикалық қызметкерлер үшін байқау онлайн сынағы өткізіледі. Байқау сынағының өткізілу технологиясы негізгі біліктілік тестілеу технологиясына сәйкес педагог қызметкерлер 3 бөліктен, яғни Қазақстан Республикасы заңнамасын білу, педагогика және психология негіздері және пәндік білім негіздерінен тұратын тест тапсырады. Онлайн байқау сынағының мақсаты педагог қызметкерлерді біліктілік тестілеуге дайындау және бағдарлама интерфейсімен таныстыру. Тестіленуші онлайн байқау сынағына ұлттық тестілеу орталығының сайтында кез келген жерде интернет желісіне қосылған компьютерден өте алады. Тестілеу нәтижесі бірден шығарылады және еш жерде жарияланбай, педагог қызметкердің алдағы кәсібіне әсер етпейді. Байқау онлайн тестілеуінен өту үшін педагог қызметкер ұлттық тестілеу орталығы реквизиті бойынша төлем жасап, жақын жердегі ұлттық тестілеу орталығы филиалдарында тіркеуден өтеді. Байқау сынағы ақылы 264 теңге. Ұлттық тестілеу орталығының реквизиті